Сейілбек Мырзабайдың «Балалықтан даналыққа» кітабынан үзінді. Оқыған Раушан Меңлібайқызы. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Қауіпті қамқорлық. Апам мені бәрінен артық жақсы көреді. Оны қайдан білдің? Мен дегенде шығарға жаны бөлек, мектепке көлікпен өзі апарып, өзі алып қайтатын. Жұмысы қанша жерден қарбалас болса да, кешке мен алып кетуге уақыт табатын. Кейін тіпті универге де жеткізіп тастайтын болды. Қоғамдық көлікпен барған кездерім сирек. Ондайда жанын жіберекке түйіп отырады. Неге өйтеді? Жолда бірдеңеге ұрынып қалады деп алаңдайтын шығар. Аналық махаббат не істетпейді? Стивен. Ащы да болса айтайын, шешең сені жақсы көрмейді. Қалайша? Бұл сен ойлағандай нағыз махаббат емес, бар болғаны аналық инстинкт. Мұндай инстинкт жануарда да бар. Хайуан да төлінің амандығын ойлайды. Қажет болса баласы үшін басын қатерге тігеді. Бағын аман алып қалу үшін өзін тосып, жолбарыстың аузына жем болған ерікті деректі фильмдерден талай көрген боларсың. Бірақ соны махаббат дей алмаймыз. Сонда қалай? Адам меңіреу жаратылыс емес, ол рухани болмыс иесі. Оңы мен солын тегіс танып, өмірдің ащысы мен тұщысын өз тәжірибесімен түйсініп, сүрініп, қайта тұрып, қателігінен сабақ алып, сол арқылы үзіксіз жетіліп отыратын болмыс иесі. Нағыз аналық махаббат баланың аман саулығын ойлаумен өлшенбейді. Ата-ана баланың рухани пісіліп жетілуіне де жауапты. Сондықтан баласын шын жақсы көретін ата-ана оны өмірдің сыны мен тезіне аямай салады. Керек болса, проблеманы қолдан тудырып береді. Өйткені жастайынан бейнет шегіп, мехнат кешкен, қиындық пен кедергіні еңсеріп үйренген баладан ғана құрыштан құйылған қылыштай берік тұлға шығады. Халық ертегілерінде жиі кездесетін бір сюжет бар. Данышпан әжей балаларын жинап алып, түрлі тапсырмалармен сынайды. Соңында ақылы мен еңбегіне ғана сүйенген ұлына риза болады. Дегенмен анамның ниеті дұрыс қой. Қамқорлық жасамақ болғанын жоққа шығара алмайсыз. Иә, бірақ бұл қауіпті қамқорлық. Бұл америкалық психиатр Скотт Пектвин жасы 21-ден асқан жасық әрі инфантилист жігіттің арасында болған диалогтан үзінді. Қауіпті қамқорлықты ғылымда гиперопека немесе симбиотикалық қарым-қатынас деп атайды. Халықтың тұрмыстық жағдайы жақсарған сайын мұндай қамқорлықтың құрбаны көбейді. Ата-ана баласын шектен тыс мәпелеп, біз көрген қорлықты көрмесе екен, біз тартқан азапты тартпас екен деп, оның бар проблемасын өзі шешіп беріп отырады. Арқалап үйрену тиіс жауапкершілікті өзіне артып алады. Нәтижесінде бала тағдырдың тауқыметі мен қасіретіне қарсы тұра алмайтын рухани мүгедекке айналады. Виктор Франкл мұндайларды невротик деп атаған. Олардың қайғы қасірет кешуге төзімі жетпейді. Өйткені азап арқалау да адам тіршілігінің ажырамас бөлігі екенінен, қасіретті нендей хикмет болатынынан бейхабар. Адам кейде қайғыға қасқайып қарсы тұруы керек. Енді бірде ағы жалау көтеріп, мойынсынуға міндетті. Қысқасы, қайғының арғы жағында жасырылған мәнді көре біліп, хикметін сезінуге де батылдық керек. Бірақ невротик адам осының бәрінен махрұм қалады. Себебі ол азап шегуден қорқады. Адам қай кезде қиындықтан қашпай азап арқалауға дайын болады? Элизабет Лукас бұл сұраққа былай деп жауап береді. Адам арқалаған азабынан мән көргенде ғана қайғысын қабылдауға дайын болады. Мәселен, науқас адам ота жасатудан қашпайды. Себебі онда мән бар. Ота оның өмірін сақтап қалуы мүмкін екенін біліп тұр. Немесе, тынбай тер төгіп жүрген ата-ана бала шағасының қамы үшін қара жұмысқа ауыр бейнетке төзеді. Себебі тапқан таянғанын баласының біліміне салып жатқанына көңілге медеу. Сондықтан адамды өмірге құштар қылатын, іс-әрекетке ынталандыратын басты мотив ол мән. Гиперопеканы емдеу үшін түп негізден бастау қажет. Олардың өмірден мән мағына мен хикмет көретін көзі бітеліп қалған. Терапевтің міндеті көкірек көзі шаң басса сүрту, бітелсе аршу, кірлесе тазарту. Оның таптырмас құралы иләхи мазмұнмен байтылған қисса, хикая, аңыз, ертегі және ситуативті құндылықтар.